Ұлттық қор балаларға бағдарламасы еліміздегі әрбір баланы қаржылай қолдау және оларға тең мүмкіндіктер беру мақсатында әзірленген. Баланың бағдарламаға қатысуын қалай тексеруге болады? Егер балаңыздың бағдарламаға қатысу мәртебесін білгіңіз келсе, kidsynpf.kz сайтына өтіңіз. Тиісті жолға баланың жеке сәйкестендіру нөмірін енгізіңіз. Тексеру батырмасын басыңыз. Экранда баланың бағдарламаға қай есепті жылдан бастап қатысатыны, сондай-ақ есептелген нысаналы талаптардың жалпы сомасы ақш долларымен немесе теңгемен көрсетіледі. Назар аударыңыз, 18 жасқа толғанға дейін нысаналы талаптар мен инвестициялық кіріс балалардың атына есептеледі, алайда оларды пайдалану құқығы берілмейді. Сондай-ақ нысаналы талаптардың әр жылғы түсімін көруге де болады. Ол үшін баланың туған жылын енгізіңіз, Қазақстан Республикасының азаматы болған жылын көрсетіңіз, тексеру батырмасын басыңыз. Экранда бағдарламаға қатысқан әр жыл бойынша есептелген қаражат сомасы және өткен жыл үшін есептелген инвестициялық кіріс көрсетілген кесте шығады. Қаражат сомасын ақш долларымен немесе теңгемен көруге болады. Бұдан бөлек, сайтта балалардың туған жылдары бойынша нысаналы талаптар мен нысаналы жинақтардың қалыптасу тарихы ұсынылған. Онда жылдар бойынша есептелген сомалар, инвестициялық кіріс, нысаналы жинақтардың бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы шотына аударылған жылы көрсетіледі.